іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоны басым жатып, сіздердің тек біздің каналға тіркеліп, лайк басып, әрқашан қолдауда болыңыздар. Тек сіздерден қолдау күтеміз, барынша қолдап жіберсеңіздер болғаны, басқа енді ештеңе күтпеймін достар. Достарыңызға таратсаңыздар да болады. Және сіздер бүгін Dream League Soccer бар. Dream League Soccer'ден кішігірім скауттарды ашатын боламыз. Енді көреміз, енді ондай қатты көп монетам жоқ, бірақ енді ойыншыларды жаңалау керек, составта кішкене жаңа ойыншыларды алу керек болып тұр. Енді бүгін біз сіздерге айтатыным, енді Dream League бұрыннан келе жатыр, өте тарихы өте үлкен, сондықтан да кім неше жыл бойы ойнап келе жатыр, төменге жазып кетіңіздер. Бұрыннан ойнап келетқан жандар бар шығар деп ойлаймын. Бұрынғы мен ұмытып қалып отырмын қай жылғылар, бірақ басынан бастап шыққанда осы ойынды бір бастапқы кезеңдерінде ойнадым десем де болады. Ал өз ойларыңызды төменге жазып кетіңіздер достар. Бүгін бізде бірден скауттарды ашатын боламыз. Бұл жерде енді 470 мыңдай мүмкін монетаға жұмсау керек болып тұр. Әттең агентімде әзір турнирлерді ешқандай жеңіп жүрген жоқпын, өте қиын болып жүр шынымен турнирлар. Ал бұл жерде кім бар деп едім, бірақ әттең бұл жерде өте шамалы ойыншылар шықты. Бұларды сбросить етеміз. Жақсы, тағы да мүмкіндікті көреміз. Тоже бұл жерде де ойыншы жоқ. Көрейік, бұл жерде кім бар? Харри Кейн бар екен, шабуылшы өте көп, менде керек емес. Енді соңғы ақшамды бір дұрыс ойыншыға жұмсау керек болып тұр. Лука Модрич дейді, тоже керек емес бізге әзір. 470. Бұл жерде Лука Модрич қайттан шығып тұр екен. Енді мүмкіндік барынша 2000-дай алып қалу керек. Мүмкіндік бар, себебі бұл жерде ойыншылардың көбі 2500-да тұрады. Ал соңғы мүмкіндік осы жерден шықпаса енді білмеймін деп тұр едім. Әттең бұл жерде Ансу Фати шығып тұр екен. Неге кімді аламыз? Ансу Фатиді скорысы жақсы, бірақ сбросить етейік. Көтеріміз. Бұл жерде кім шығып кетті? Корие дейді. Өте шамалы ойын шығып кетті шыны керек. Бұл әйтеуір Dream League-ның бір кішігірім пага шоуы, жаңа ойыншылар тауып береді. Және де бұл жерде де ойыншы жоқ. Сонымен бізде қазір өте төмен ақ не қалды. Енді білмейтін, мына жерде ойыншы шыға ма шықпайтын сияқты, өкінішке орай. Алсаң төменгі ойыншы аласың. Бірақ енді бұл жерде де жолымыз болмай қалды, өкінішке орай. Енді осы ойыншыларды көтеру керек болып тұр. Барынша бос кеткен ақша десем де болады. Енді көрейік, ойынның енді составымызды сіздерге кішігірім көрсетіп кетейін. Бұл жерде міне жинап қойған составым. Бір ойын ойнап көрейік енді мүмкіндік. Бұл жерде бізде енді товарский матч бар. Ойлап едім, әттең бұл жерде жақсы ойыншы шығып кетеді ау деп, бірақ шыққан жоқ, өкінішке орай. Не істесек болады, енді кішігірім ойнап жіберейік енді достар. Қолдау сонда да лайк басып отырыңыздар әрқашан. Лайкпен. Ал бұл жерде қарсыласымыз. Көрейік, кім шықса да енді көреміз. Бұл жерде Салах кішкене лагать етіп жатыр. Ашраф Хакими пас, ортаға берген пас еді. Ван Дейк, Белерин. Бұл жерде бірден штрафной берді. Ал Конте басты береміз. Ди Мария пас өте шамал. Холланд, Ди Мария пас, қайттан Ди Марияға пас береміз. Холланд топты алу керек. Ой, бұл жерде ойыншы іздеп қалдым шыны керек. Ойыншы іздеп қалдық. Ашраф Хакими кетті. Пас Ди Мария өтті әдемі. Екінші ойыншы бұл жерде Салах. Бірден тебетін добет. Көп ұстап қалды өкінішке орай. Белерин. Ой, ойыншы жетпей алды.
Мария үлгеретін едің ғой, неге үлгер? Белерин пас берем деп ойлап едім, бірақ болмай қалды. Вирджил ван Дейк, жүгіруің керексің. Çalhanoğlu, Холланд, Мария қайтадан пас әдемі шықты. Салах үлгере ме екен? Жылдамдығы бар ойыншы. Бұл жерде ойыншыны көрдік. Холланд дайын болмай қалды шыны керек. Ой, Çalhanoğlu дейді. Шабуылға араласпай қалған ғой уже атака. Бірден атакующийге қояйық тактиканы. Әдемі шықты. Береміз. Холланд Марияны көрді. Жүгіріп бара жатыр. Көтереміз. Валверде пас. Ой, не соққы мынау Белерин. Соққыда шамалы өте. Ван Дейк әдемі ашылды. Холланд Марияны көрдік. Өте жақсы. Мүмкіндік жақсы. 1-ден гол. 1-0 уже жеңдік. Достар, білем қызықсыз болып жатқан, бірақ сонда да лайк басып отырыңыздар. Сіздерден тек лайк күтем. Бұйырса өте жақсы контенттер түсіруге тырысам сіздер үшін. Сондықтан да аямай қолдап жіберіңіздер, достар, әрқашан. Çalhanoğlu пастан қателесті уже. Қақпашын шығару керек болып тұр. Мына жердегі ортадағы ойыншы қателесті. 1-ден Çalhanoğlu пасын ұстай алмады. Винисиустың жылдамдығы өте қатты екен. Қарапайым пас беріп қойып тұр алдына. Қорғаушылар да жете алмайды. Себебі атакующийде тұрғаннан кейін 1-ден қорғаушылар бір-бірін түсініп болмайды ғой, сол жаман. Конте алу керек. Топты өте жақсы. 2 ойыншыдан алған еді, бірақ шығартып жатық. Ой, мүмкіндік. Олар да қателесті. Ал Салах. Жасау керек 1-ден соққы. Ой, не соққы мынау? Айналып кетіп тұр соққысының өзі. 1-ден угловой. Чиро Иммобиль шығарайық. Шықпаған сияқты. Шығармай қойды ғой деймін бұл жерде. Ван Дейк пас бен. Не мынау? Не Куртуаны? Ой, мынау не пас? Роналдоға. Өте жақсы пас шығарып берді Куртуа. Молодец. Жұрттың несін Куртуалар жақсы айтып. Ұстады әйтеуір. Леонода қалмаймын деді. Бұл жерде ойыншымыз шаршаған сияқты. Қарсыласымыз кім бар бізде? Шығаршы, Погбаны шығарайыншы. Чиро Иммобиль шығар жүрек. Карим Бензема ойнайтын шығар. Мүмкіндік бар. Ал кеттік, ойна бол. Тездет. Пас Контеге. Конте. Бұл жерде Хакими бермеді. Хакими Салахқа беріп еді, әдейі шығарды. Алыстан шығармасаң болмай тұр шыны керек. Пас шамалы оқып қалды бұл жерде. Бускетске. Çalhanoğlu жетуіңе болады. Ашраф Хакими. Паста өте шамалы бұл жерде. Холландқа жете ма деп едім, бұл жерде жетпеді ау. Бускетс қиналып келе жатыр уже Белеринге. Мария. Салахты көрдім, әдемі ашылдың Салах. 1-1. Ой, топ жетіп алып 1-ден. Холланд. Бұл жерде қателесе ма деп едім, мүмкіндік болмай қалды. Ван Дейк жүгір. Бұл жерде тең нәтиже деп ойлаймын. Өкінішке орай. Ал достар, осылай скауттардың бәрін құрттым. Бірақ әттең жолым болмады шыны керек. Ойын жоқ екен көрініп тұр. Ойында да жоқ, шамалы ойында. Бірақ сонда да лайкпен каналға жазылып, достар, қолдап жіберсеңіздер болғаны. Қазір енді жұмыста отырмын, сондықтан да түсіріп отқаным сіздерге уақыт тауып, соны бағалап жіберсеңіздер болған. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.